Сәлем достар, бүгін выпускник деген киноны көреміз. Киноны бастамас бұрын каналға подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. 20 жасар Бенджамин колледжді бітіріп, Лос-Анджелесқа ата-анасының үйіне оралады. Бұл мейрамды тойлау үшін үйге көптеген қонақ келеді. Көбінесе ата-анасының достары. Алайда Беннің көңіл күйі алып бара жатқандай емес, өйткені болашақта не істейтінін және кім болатынын әлі де білмейді. Оны барлығы мазалап жол бермейді. Талпаның арасынан жүгіріп шығып, ол өз бөлмесіне тығылып қалады. Ал оның артынан сол арада миссис Робинсон кіреді. Ол туалетпен Беннің бөлмесін шатастырып алған. Әйел диванға отырып, бір темекіні тартып жібереді. Содан соң үйіне кетіп бара жатқан миссис Робинсон Беннен үйіне апарып тастауын сұрайды. Өйткені оның күйеуі машинамен кетіп қалыпты. Бен болса оның машинасын алып кетуге рұқсат береді, бірақ әйел кілтті аквариумға лақтырып жібереді. Бен жап-жаңа Астон Мартин мен әйелді үйіне әкеліп жеткізеді. Ол үйіне кіріп, светті қоспағанша онымен болуын сұрайды. Әрі қарай дәл осылай Бенді қонақ бөлмеге дейін әкеліп, не ішетінін сұрайды. Енді миссис Робинсон күйеуі келгенше Бенді қалуын сұрайды. Бенге бір стакан бурбон беріп, музыка қосып, мен туралы не ойлайсың деп сұрайды. Мысалы, алкоголичка екеніңді білесің ба дейді. Бен орнынан атып тұрып былай дейді: музыка, ішімдік, әзір келмейтін күйеуіңіз. Миссис Робинсон, сіз мені қызықтырып жатсыз ба? Бірақ дәл осы сәтте кешірім сұрайды. Мүмкін ол қателескен шығар. Сәлден соң әйел өз бөлмесіне шақырып, қызының суретін көрсетем дейді және әшекейлерін шеше бастайды. Содан соң көйлегін шешуге көмектесуін сұрайды. Тері ағып кеткен Бен өзін біртүрлі сезінеді. Әйел оның көз алдында шешіне бастайды және сені қызықтырып жатқан жоқпын дейді. Алайда сен бұны қалайсың шығарсың деп сұрайды. Көті тұрмаған Бен шошып астыға қарай қашып кетеді. Соңында миссис Робинсон ваннадағы сөмкесін алып келуін сұрайды. Бен сөмкені жылдам бөлмеге апарып қашып кеткісі келеді. Бірақ толықтай жалаңаш миссис Робинсон оны бөлмеде құлыптап тастайды. Содан соң Бен, сен менімен қалаған уақытында қолдана аласың. Жай ғана маған хабарлас дейді. Мне надоели твои глупые подозрения. Неужели ты не можешь оказать мне эту ничтожную услугу? Осы сәтте үйге мистер Робинсон келеді. Бен соңғы сәтте астыға түсіп үлгереді. Ер адамда оны жібермей бір стакан ішімдік құйып береді. Мистер Робинсон әкесінің серіктесі. Что случилось? Ты какой-то взвинченный. Ол Беннің шегол кезінен қалай өскенің барлығын көрді. Енді оған кеңестер береді. Сен жассың, қыдыр, демал, қыздармен кездес деп айтады. Миссис Робинсон астыға түсіп, дымы қалмаған Бенді есік алдына шығарып салады. Бенджамин 21 жасқа толады. Әкесі қонақтарға Бен аспирантураны жалғастыратынын айтады. Әкесі Беннен сүңгу костюмын киіп, көрініс жасауын сұрайды. Суға сүңгіп, 2 метр тереңдікте көрініс көрсеткен Беннің туған күні өте қызықты өтуде. Бірнеше күннен кейін Бен миссис Робинсонге хабарласып, ішімдік ішуге шақырады. Әйел оған Тафт деген қонақ үйде бөлме жалдауын сұрайды және 1 сағаттан кейін келемін дейді. Енді номер жалдау керек. Беннің көті кетіп, оған қоса администратор Беннің көңіл көтеруге келгенін біліп қояды. Яғни синглмен отбасының мейрамына келгенін және тойлау қайда болып жатқанын Бенге көрсетеді. Қобалжып тұрған Бен онымен келісіп жаңағы мейрам жаққа барады. Синглмен отбасымен танысқаннан кейін олар Бенді столға отырғызып келеді. Бірақ Бен тез арада қашып кетеді. Миссис Робинсон оны ресторанның ішінде тауып алады және мықты қобалжымауын сұрайды. Алайда Бен қонақ бөлмені әлі жалдаған жоқ. Сними прямо сейчас. Сейчас? Да. Так ты не хочешь его снять? Сейчас сниму, извините. Бен администраторға келіп, қобалжып, номер жалдап, өзін мистер Глэдстоун деп жазып кетеді. Бен өзін біртүрлі ұстайды. Миссис Робинсонға телефонды әкеліп береді. Оған Бен 20 метрде тұрған телефон будкасынан хабарласып тұр. Басы кеткен Бен администратор бір нәрсені біліп қойған сияқты. Ты ничего не хочешь мне сказать? Я хочу сказать, что я вам очень благодарен. Очень. Номер комнаты. Ты должен назвать мне номер. Номерге бір-бірден кірейік деп айтады. Бен номерге кіріп, тек ваннаның светін қосып, терезені жабады. Содан соң тез-тез тісін тазалап шығады. Миссис Робинсон өзінше болып номерге кіріп келеді. Бен оны темекі тартып тұрған кезінде сүйе бастайды. Ал әйел болса түншығып қалуға жаздайды. Мен қазір шешінемін деп әйел Бенді ескертеді. Бен басын жарға ұра бастайды. Мен әкемнің серіктесін әйелмен төсектес бола алмаймын. Менің ата-анам біліп қойса не болады деп айтады. Алайда миссис Робинсон ата-аналарының ең сүйкімді достарының бірі.
Мен барлығын түсіндім, бұл сенде бірінші рет болайын деп тұрған сияқты, және саған ыңғайсыз болса, мен кете аламын, дейді миссис Робинсон. Бен жоқ деп айқайлайды. Содан соң Бен ол әйелді жақсылап дырылдатады. Олардың кездесулері жиі бола бастайды. Бірақ бұл Беннің көңіл күйін мықты өзгертпейді. Өз өмірімен не істеу керек екенін шешу оған одан да қиын соғады. Бен күнзақа бассейнде уақыт өткізетіні әкесіне ұнамайды, және ол Беннен қашан бір нәрсе істейсің деп сұрайды. Мысалы, аспирантураға қашан дайындаласың дейді. Осы уақытта үйге Робинсондар отбасы келеді. Мистер Робинсон жақында оның қызы Элейн келетін туралы айтады. Беннің анасының баласы түнімен қай жақта болатыны қызықтырады, және ол Беннің қызы бар екеніне сенімді. Бір түні кекстан кейін Бен миссис Робинсонға от души сөйлесейік дейді. Әрдайым төсекке секіру Бенді шаршатты. Содан соң олар мистер Робинсон туралы сөйлесе бастайды. Олар әйел екеуі бөтен бөлмелерде ұйықтайды екен, және бір-бірін мүлдем сүймейді. Әйел оған күйеуге шыққан себебі Элейн мен жүкті болуы. Бен сұрақ қоюды жалғастыра береді, ал әйелге жастық шағы туралы және бос өткізген уақыты туралы жауап беру қиын болып табылады. Ал Элейн туралы ол мүлде сөйлескісі келмейді. Кенеттен ол жынданып, қызы туралы сөйлеспейміз деп шарт қояды. Оған қоса Бенге Элейнді кездесуге шақыруға тыйым салады. Әрі қарай олар ұрсып қалады. Бен жынданып алкоголичкамен кездесіп жүргеніне өкінемін дейді. Бұл болмай қойған жақсы еді дейді. Сәл ашуы басылған соң ол өз сөздерін қайтып алады. Ол әйелдің қалуын сұрайды, ал әйел Беннен Элейнмен кездеспеуге уәде беруін сұрайды. Беннің әкесі одан Элейнді кездесуге шақыруын сұрайды. Оны Элейннің әкесі де қалайды. Анасы болса әрекет жасап, Робинсондар отбасын қонаққа шақырады. Бұған шыдамай Бен Робинсондарға өзі келеді. Ол Элейнмен қыдыруға келдім деп айтады. Любовницасының дым настроениесі жоқ, ол мықты ашулы және бұны жасырмайды. Бен болса өзін ақтайды. Біз жай ғана кешкі ас ішіп келеміз, әрі қарай ештеңе болмайды деп уәде береді. Бен бұның барлығын ортақ кешкі ас болмау үшін істеп жатыр, ал қыз болса шынымен де Бенмен әртүрлі тақырыптарды талқылауға дайын. Ал Бен оны қалағысы келмей немқұрайлы жауап береді және оған көп мән бермейді. Жігіт оны эротикалық шоу көруге алып келген кезде ол мықты таңғалады. Элейн жігітке бәрібір екеніне сенімді, ал биші қыз оның басының үстіне билей бастағанда Элейн жылап жібереді. Ол далаға қашып шығып Беннен үйіне апарып тастауын сұрайды. Бен болса бұл кездесуді ата-аналары қалады деп өзін ақтайды. Бұл жаңалық Элейнді көндіртпейді және Бен қызды сүйіп алады. Енді олар машинада отырып бургер жеп тым жақсы сөйлесіп отырады. Кездесудің соңында Элейн Бенді үйге кофе ішуге шақырады, ал Бен болса түсінікті себеппен бас тартады. Алайда Бен онымен тағы да уақыт өткізгісі келеді. Элейн оған Тафт қонақ үйінің барында отыруға кеңес береді. Бұл қонақ үй біздің басты кейіпкерімізге әрине таныс. Бен өзін мұнда ешқашан болмаған сияқты ұстайды, бірақ қонақ үйде әр жұмысшы онымен амандасып мистер Глэдстоун деген есімді қолданады. Бен осы арада бұл жерден зыту керек екенін түсінеді. Бен қызға өз сезімдерін білдіреді, бірақ қазір үйіне апарып тастайтынын айтады. Элейн болса Бенде біреу бар екеніне басы жетеді және оған қарамастан оның жұбы күйеуге шыққан. У тебя с ней все кончено? Да. Я рада. Бен қызды үйіне апарып ертең кездесуді ұсынады. Келесі күні Сусу миссис Робинсон Беннің машинасына отырып Элейнмен ешқашан кездеспеуге бұйрық береді. Әйтпесе ол қызына барлығын айтып береді. Осы арада Бен үйге атып кіріп Элейннің бөлмесіне жүгіреді. Ол Элейнге анасынан ертерек барлық шындықты айтуға шешеді және оның жұбы миссис Робинсон екенін айтты. Тез арада жоғал деп қыз жігітті қуып шығарады, ал анасы болса сау бол Бенджамин дейді. Бен өз өмірін әрі қарай жалғастырады және Элейнді аңдиды. Қыз университетке қайтып кеткен кезде ол ата-анасынан келіп Элейнге үйленемін деп айтады, бірақ қыз бұл туралы білмейді дейді. Осы себеппен Бен қыздың артынан Беркли қаласына аттанады. Университеттің алдында біраз уақыт күтіп Элейнді көреді. Оның қасында болу үшін Бен жақын жерден пәтер жалдайды және студент қыздың артынан аңдиды. Бір күні автобустың артынан ит болып жүгірген Бен қызбен сөйлесуді ұйғарады. Надо же, какое совпадение. Интересно, куда ты едешь? Элейн зоопаркке келеді және бұл жерде ол біреумен кездесуге келіскен. Карл есімді ұзынша келген жігіт Элейнді ұстап алып кетіп қалады. Бен жалғыз қалып қояды. Тіпті шимпанзеде өз жұбы бар. Элейн Беннің үйіне кіріп келіп, оның бұл жерде жоқ болуына бұйрық береді. Анасын зорлауға қалай дәті барды деп сұрайды. Миссис Робинсонның айтуы бойынша Бен оның мас болғанын қолданып қонақ үйдің бөлме жалдап зорлап жібереді. Ал Беннің нұсқасы қызды мүлде таңғалдырады.
Осы сәтте үйдің қожайыны және тағы да бірнеше жігіт қыздың айқайына жүгіріп келеді және полиция шақырғысы келеді. Постойте. Смотрите. Вот она пьет воду. Сонда да қожайын оған үйден тез кетуіне бұйрық береді. Бен өз заттарын жинай бастайды. Енді не істейтінін білмейді. Элейн оның кеткенін қаламайды және есікті жауып кетіп қалады. Бірақ сол түні қайтып келеді және оның сүюін сұрайды. Бен оған тұрмысқа шығуын сұрайды. Қыз мүлде бұндайды күтпейді. Ол қобалжулы және оның ұсынысы туралы ойланады. Енді Бен студент қыздың барлық жерде артынан қалмайды. Ол тез арада неке қию залына баруын өтінеді. Ол қарсы емес, бірақ бірінші алдындағы зоопаркта жасайтын Карл деген жігітпен кездесу керек. Өйткені Элейн оған да ұсынысына дәл осылай жауап берген. Көңілі толы Бен Элейн қайда барса да сонда барады. Үйіне қайтып келген кезде ол шошып айқалайды. Ол жерде оны мистер Робинсон күтіп тұрады. Ол Беннен неге онымен осылайша жасағанын сұрағысы келеді. Ер адамның айтуы бойынша ол әйелімен жақын арада ажырасады. Оған қарамастан Бен енді Элейнді ешқашан көрмейді. Ол олардың бірге болмауы үшін барлығын жасайды. Бен Элейнді ұмыту керек. Енді үйдің қожайынның көзінше ер адам Бенге айқалап тастайды. Қожайын болса Беннен тағы да үйден кетуге бұйрық береді. Элейн университеттен шығып кетті. Бенге записка қалдырады. Ол жерде оны сүйетін айтады. Бірақ бұдан ештеңе шықпайтын еді дейді. Бен қайтып оралып Робинсондардың үйіне барады. Бірақ Элейнді емес, оның анасын көреді. Ол осы арада полиция шақырып үйге бөтен адам келді дейді. Бен Элейн қайда деп сұрайды. Ал әйел адам Бенді тойға шақырмаған үшін кешірім сұрайды. Полиция келіп Бен қашып кетеді. Ол өз сүйіктісін тауып алуға үміттенеді және Берклиге қайтып келеді. Карлдың достарынан ол тойдың қайда өтетінін біліп алады. Олардың айтуы бойынша той Санта-Барбарада болады. Бен жолға шығып газды басады. Кітапшада Карлдың әкесінің номерін тауып алады. Телефонды оны көмекшісі алады. Өткені әкесі тойға кетіп қалыпты. Жасырын түрде ол тойды қай шіркеуде өтетінін біліп алады. Бірақ ол жаққа жете алмайды. Өткені машинаның жанармайы бітіп қалады. Екі аяқпен той болып жатқан жаққа зымырайды. Орталық есік жабық екен. Енді екінші қабаттан ол жастардың сүйісіп жатқанын байқайды. Бен берілмейді және бар даусымен айқайлайды. Я его успокою. Он опоздал. Элейн жігітті шақырады. Жігіт мистер Робинсон мен Карлдың көтін айырады, ал миссис Робинсон қызын бір ұрады. Бен үлкен крестті ұстап алып барлығын шошытады. Есікті құлтап олар қашып кетеді және өтіп бара жатқан автобусқа отырады. Олар бір-біріне қарап тырқылдап күледі. Сәл уақыт өткен соң және эйфория мен күлкілері кеткен соң олар әрі қарай не істейтінін мүлде білмейді. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильм ұнаса міндетті түрде каналға подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Сіздер үшін бұл қиын емес, ал мен үшін үлкен мотивация. Келесі кездескенше.